футболда айтады ғой, енді төрешілер мен комментаторлардың жұмысы мүлдем көрінбеу керек, өз ісін көрсетпей істеу керек қой. Қазір түсінуіміз керек, қайсар бірден нәтиже бермейді. Біз 10 тур, 12 тур күтуіміз керек, шыдауымыз керек. Осы жеңістің арқасында қазір Елімай қайратты қуып жетті, көшбасшылардың қатарында. Жоқ, енді екі эпизодтың екеуі де Астана жағына шешілді. Астана жағына шешілді, бұл дұрыс емес. Бұл бірінші жыл емес, бұндай Астананың пайдасына шешілетін жағдайлар жылда болып тұрады. Алаңда драйв, бұл нақты спорт, әр тур шоу, бұл бек спорт. Талқылаймыз ашық, айтамыз шын, Қазақстан футболын бірге сезін. Құрметті футбол сүйер қауым, біз Қазақстан премьер-лигасына арналған подкастымызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін 5-ші тур ойындарын талқылайтын боламыз. Енді әріптесім Бағдәулетпен бірге. Енді 5-ші тур өте бір тартысты, қызыққа толы. Әдеттегідей, сол ойындардың ойындарға қарағанда ойынның айналасында болған жайттар көбірек шу көтеріп жіберген сияқты. Айтатын дүние көп, көрейік енді. Жалпы енді әр турда футболда енді бірінші кезекте голдар әдемі соғылған, қызықты ойындар талқылану керек. Бірақ осы жолы мынау футболда айтады ғой, енді футболда төрешілер мен комментаторлардың жұмысы мүлдем көрінбеу керек. Олар өз ісін көрсетпей істеу керек қой. Бірақ өкінішке қарай бұл турда біз соғылған голдарға қарағанда төрешілердің көптеген қателіктеріне куә болдық. Ол бір ғана матч болса бір жөн, бірнеше матчта әртүрлі ситуациялар болды. Осы турда жаңағы қызыл қағаз, белгіленген пенальти, керісінше берілмей қалған жағдайлар бар. Осындай нәрселер көп болды. Бірінші кезекте, матчынан қазір сөздің аузында төрешілердің қателігін айтып жатырмыз ғой, қазір ойын барысында да айтып жатырмыз. Енді осы КПЛ-ді талқыламай тұрып, қазір осыған кірмей тұрып, біздің төрешілер, менде мынандай сұрақ болып тұрды. Әлем чемпионатына, енді Өзбекстан өтті ғой, мүмкін енді, бірақ солардың 3 төрешісі шақыртып алыпты да, Қазақстан ешқандай төрешілер шақыртып алмапты. Осы біздің төрешілердің сапасына байланысты ма, әлде әлем чемпионатына өткен елдердің ғана төрешілерін шақыра ма, қалай өзі? Жоқ, Өзбекстан әлем чемпионатын алғаш рет өтіп тұр ғой, бірақ олардың реферилері бұған дейін бірнеше әлем чемпионатында қазылық еткен. Өздеріңіз жақсы білесіздер. Қазір Өзбекстан футбол федерациясының вице-президенті Равшан Ерматов кезінде 2010, 14, 18 жылғы 3 әлем чемпионатына қатысып, рефери болып, тіпті финалда төрешілік етіп, рекорд жаңартқан адам. Қазір енді мысалы ол өзінен кейінгі жас буынды тәрбиелеп жатыр. Ал біздің керісінше Қазақстандағы төрешілердің осындай қателіктері, осындай жағдайлар сенімсіздік ұялатады. УЕФА тарапынан да, ФИФА тарапынан да бізде өйткені бірнеше матч КПЛ-дің әр турында шу болып жатады. Сондықтан оларға сенім артылмайды, олардың кәсіби біліктілігіне деген күмән бар. Тіпті біздің УЕФА-дағы Чемпиондар лигасы сияқты маңызды жарыстарға Қазақстанның реферилерін алмайды. Тек қана 3-ші санатта конференция лигасы сияқты ойындардың бір матчтарын береді, жасөспірімдер лигасын береді. Содан кейін осы жағдайлар, сосын бізде жаңағы төрешілердің көбісі ағылшын тілін білмейді, әлі де ол проблема бар. Сосын осы басы ойын кезіндегі кәсібилік қателіктер көп жіберіледі. Сондықтан біз қазір енді жаңа инвесторлар келіп жатыр деп жатырмыз футболға, стадиондары әйтеуір біртін салуға әрекет етіп жатыр, бірақ біз тек қана бұнымен шектелмеу керек. Футбол деген бұл кешенді нәрсе. Жаңағы айтып отқан төрешіден бастап комментатор, осы медиа саласы бар, барлығы бірдей даму керек. Сол кезде нәтиже болады. Ал енді егер біздің қазыларымыз осындай жұмысын жалғастыра беретін болса, одан ештеңе өнбейді. Осыны түсіміз керек. Біздің ұлттық құрамамыз әлем чемпионатына бармаса да кемі осы төрешілеріміз қызмет ету керек қой. Сондықтан енді бізге сапалы, өз ісін адал атқаратын қазылар керек. Осыны біз тағы да айтқымыз келеді. Енді сосын жалпы тағы бір таңғалдыратыны, соңғы қазір неше тур өтті? 5 тур өтті. 5 турда жұмыс жасап жүрген төрешілер және әрбір ойында қайта-қайта аты шығып жатқанда бір төрешілер ешқандай өзгеріс жоқ. Осыған байланысты португалдық маманда сонда басқа таңдау жоқ па екен? Бізде төрешілер негізі аз ғой, неге Еуропаға барып оқып қайтпайды, неге тіл үйренбейді деген сұрақтар пайда болады. Енді мен де сен айтқанмен толыққанды қосыламын. Барлық сала бір деңгейде, бір қарқында дамып жатса, онда футболда өсу болады. Енді турларға керек, 5-ші турға, матчтарға бірден сыртынан айналып өттік қой.
бірінші осы турдың бірінші ойыны ол Түркістанда өтті. Атырау Қызылорданың Қайсар командасын қабылдады. Осының алдында Атырау енді жаңағы Шымкентте Ордабасымен тең ойнады. Енді бұл жеңіліс ұрланды деп бағаланды. Ресми түрде федерацияның өзі мойындады. Өйткені төрешінің қателігіне. Қайсарда енді оған дейін жаңағы 4 тур жеңіске жете алмай келе жатты. Бір керемет мүмкіндік деп ойлады, бірақ бірінші таймда енді қалай болған жақсы білесіздер. Әсіресе Алияр Мұхаммедте өте бір ұтымды шабуылдарды пайдалана алмады. Екінші таймда Атырау бірінші стандарттан, яғни бұрыштамадан кейін пенальтиден есепті 2-0-ге жеткізіп 3 ұпай алды. Бұл Чебурин командасының алғашқы жеңісі. Қайсардың жеңіссіз сериясы әрі қарай жалғасып жатыр. Және айта кетейік, Атырау ешқандай жеңілген жоқ әлі. Ең бастысы, осыған дейін 4 тең ойын болған. Қазір міне бір жеңіс. Осылайша турнирлік кестеде жағдайын жақсартып алғандай. Оның үстіне айта кететіні 8-ге көтерілді. Жібермей жатқан гол саны бойынша ең аз жіберген командалардың қатарында енді Қайрат бар. Содан кейін осы команданы айтуға болады. Өте жақсы. Енді Алиярды айтып отырсың өзің. Бірінші таймда өте көп мүмкіндігі болды. Екінші таймда Ағзамбаев шықты. Ода да мүмкіндіктер болды. Енді 1-2 сәт дәл Алиярдікінде болмаса да тағы да бір гол соғатындай мүмкіндіктер болған. Екі команда да осыған дейінгі турларда төрешілер тарапынан әділетсіздіктерге ұшыраған команда. Қайсар бірінші, екінші турда енді жеңіске қарсы ойында фол болды деп айтып отырдым. Менің енді көзқарасымда Астанаға қарсы қызыл қағаз бермей қалды. Ал Ордабасы мен Атырау ойында енді Атырау соңғы минуттарда біраз жапа шеккен команда. Қызыл қағазы бар. Голын есептемеді ғой ең бастысы. Голын есептемей қойды. Сондықтан екі команда да осындай бір төрешілер тарапынан әділетсіздікке ұшырап келді. Одан кейін енді бұл ойында Атырау по факту жеңіп алды деп айтуға болады. Тактикалық тұрғыда Чебурин ұтып қойды ғой енді Ферапоновты. Енді осы орайда Қайсар командасының жанкүйерлері ойыннан кейін анау әлеуметтік жерге шығып кетті ғой. Жанкүйерлердің айқайлап жатқаны, Айбол Әбікемен сөзге келіп жатқаны. Ол жерде кеше анау айқайлап жатқан жанкүйердің комментарийін оқыдым. Сол жерде айтыпты, мен ешқандай командаға айқайлаған жоқпын. Командаға бір сын болған жоқ. Менде футболшыға, яғни қателеспесем сол Алиярға ренжіп, сол айқайлап жатқан, қашан гол соғасын деп айқайлап жатыр екен. Сол футболшыға, бір футболшыға арнап жатқан екен. Соны жазыпты енді. Сын бойынша енді Қайсар командасын көптеген сынап жатыр. Енді маған да жазады, сен қызылордалықсың ғой, сен неге айтпайсың, неге кетпейді Ферапонов. Қазір түсінуіміз керек, құрметті жанкүйерлер, біз қазір 4-ші тәуір аяқталды, трансферлік терезе жабылды. Қазір Ферапоновты алып тастап, орнына басқа бапкер алып келгенмен Қайсар бірден нәтиже бермейді. Біз 10 тур, 12 тур күтуіміз керек, шыдауымыз керек. Мүмкін ойыны жүріп кетеді. Енді Ферапонов былтырғы маусымда Оқжетпесте жақсы ойын қойған бапкер. Оны жақсы білеміз. Енді қазір мысалы ол бапкерді ауыстырып тастағанмен біз Қазақстан премьер-лигасын білеміз ғой. Бапкер кетсе, екінші бапкер келсе, ол өзінің командасымен келеді. Атырауға былтыр Тұраннан көшіп барды. Команда, бапкер бәрі. Одан кейін Ертістен Оқжетпеске көшіп келген биылғы командалар солай. Енді бапкер ауысса, бірнеше өзінің сүйікті ойыншысымен ауысып барады. Қазір сен Ферапоновты алып тастап, орнына бапкер іздеп тапқанмен, біріншіден бапкер жоқ. Егер бапкер тапқанмен сен трансферлік терезе жабық, сен сол Ферапоновтың қалдырған, таңдаған ойыншылармен ойнайсың. Мына құрам, дәл қазіргі құрам, сол Ферапоновқа арналған құрам. Сондықтан мүмкіндік беру керек деп ойлаймын. Шыдау керек, кішкене енді аса бір қатты, нәтиже жоқ, гол жоқ, бар болған бір гол соққан, оны да қорғаушы соққан. Бірақ дегенмен алдағы уақытта болады деп ойлаймын. Бір гол соқса, ертең Алтайға қарсы жеңіс болып жатса, онда Қайсар командасында әрі қарай жеңістер кетеді деген ойдамын. Жеңіс жолға түседі деген ойдамын. Енді қазір нәтиже болмайды, жанкүйерлердің де сынын, жанкүйерлердің де ренішін түсінуге болады. Енді ең бірінші оқу жаттығу жұмысын бастаған, ең бірінші құрам жасақтаған команда Мозес та келді, анау презентация жасады, енді жарнамасы Эзике келді. Жоқ, жарнамасы жер жарды, кейбір басшылар жаңағы үздік үштікке кіреміз деп айтты. Осының барлығына енді жанкүйерлер сеніп қалған болу керек. Сондықтан енді бастапқы 5 турдағы нәтижеге қарап сын болып жатыр. Өйткені Қайсар 3 тең ойыны бар, 3 ұпайы бар. Олар енді бұдан да жоғары үміт күтіп отырған шығар. Енді осы менше қазіргі енді кімнің Қайсардың күнтізбесі жеңілдеді. Премьер-лигада алдында енді Жеңіс, Астана, Ордабасы сияқты командармен кездесті ғой. Енді сәл төмендегі команда мысалы келесі турда Алтаймен ойнайды деген сияқты ғой. Енді Қызылжармен де ойнады ғой. Сондықтан енді олар егер осы жаңағы алдағы
сәуір айының соңына дейін нәтиже болмаса шынымен де мүмкін өзгерістер қажет болар. Осы айды күту керек деп ойлаймын, алдағы бір 2-3 тур. Менде де солай ойлаймын, күту керек. Енді жақында тағы бір бразилиялық қорғаныс суретші жартылай қорғаушы келеді деп жатыр. Білмеймін енді ол қаншалықты қажет болған командаға, өйткені Цучкес бар, сосын Айбол Әбікен бар. Бар кезде қазір енді мысалы жергілікті жанкүйерлердің жанайқайының бірі не ғой, мынау қызылордалық футболшылардың саны азайып кетті, Думан әріздайып кетіп қалды, Темірлан Мырзағалиев кетіп қалды, сақтап қалу керек деп жатыр ғой енді. Деп жатыр ғой. Шынымен де енді бәлкім Думан, бәлкім басқа, бірақ командада жаңағы бір жігіттерді жігерлендіретін, алға дейтін бір сондай бір рухты адам болмай жатқаны байқалады. Өйткені бір команданы алға сүйрейтін, тек қана ойын ғана емес, раздевалка бар, басқасы бар. Осы жағынан оны да ескерген дұрыс екеніне мен енді көзім жетіп тұр. Одан кейінгі келесі матч Алматыда болды, тағы бір ойын. Бұл кімнің, Талдықорғанның Жетісу клубы Елімайды қабылдады, Семейдің. Енді бір шыны керек скучный матч болды. Іш пыстыратын, аса бір голдар болған жоқ, қауіпті шабуылдар да аз болды. Бұл матчта да пенальти белгіленді, төреші сондай шешім қабылдады. Қалай ойлайсың? Елімай әділетті жеңді ма? Менің ойымша, Елімай әділетті жеңді. Енді қазір екінші таймда джокер ретінде шығып жүрген Мұртазаев өте керемет қосылып жүр. Осы ойында көргенім, Елімай командасы мынау қорғаныста ойнайтын, екінші нөмірде ойнайтын командаларға қарсы өте қиналып қалады екен. Соны көрдік. Енді Жетісу Талдықорғандық жанкүйерлер болса маған ренжімесін, антифутбол көрініп тұр. Мүлдем қорғаныста өз ойнамайды, қарсыласқа ойнауға мүмкіндік бермейді. Толық құраммен қорғаныста жатып алады. Сол реті келсе енді қарымта шабуылға допты асырады, ал болмаса сол қорғаныста жатып ойнай беретін команда екен. Нұрдәулетовтың командасы енді өздерінің ойындары, өздерінің стильдерін тапқан деп айтуға болады. Бірінші турдан кейін Астанадан ойсырай жеңілді ғой, содан кейін енді қазір өздерінің стильдері солай. Оларды кінәлай алмайсың, өйткені құрамның, клубтың бюджеті солай, сондықтан солай ойнауға осындай тактика. Қайрат Нұрдәулетов бапкер соған сай құрам жинады. Қақпашы Сикачтың кезінде Қайсарда тұрған молдовалық өте жақсы ойнап жатыр. Көп қауіпті шабуылдар шығарады ғой, көріп жатсың. Өткенде мысалға Дастан Сәтбаевтардың өзі біраз қиналып гол соға алмай кетті ғой. Кешеде Елімайда да біраз мүмкіндіктер болды ғой енді. Көп емес, бірақ мүмкіндіктер болды. Осы жеңістің арқасында қазір Елімай Қайратты қуып жетті. Көшбасшылардың қатарында чемпионат басталмай тұрып Елімайға чемпиондыққа таласады деген мақсат қойылды ғой. Сол мақсатқа енді олар біртіндеп келе жатыр. Әзірге қарқындар жаман емес деп ойлаймын. Енді бұл матчта енді аса бір айтатын ештеңе болған жоқ. Пенальти белгіленді. Жаңа өзің айтқандай Мұртазаев жокер ретінде кезекті рет пенальтиден гол соқты. Енді одан кейінгі матч, 2 матч болды. Сенбі күні екеуі де орталық ойын. Соның біреуі Қостанайда өтті, Манежде. Жергілікті Тобылмен Алматыдан келген ел чемпионы Қайрат кездесті. Ойын 1-1 есебімен аяқталды. Негіз Тобыл 2 гол соққан, біреуін есепке алған жоқ, апсайд болды деп Маричкенің. Сосын Миланович деген шабуылшының голы мен алдымен Тобыл, кейін қорғаушылар, Қостанай командасы да өздерінің қорғаушылар қателесіп, Дастан Сәтбаев мүмкіндікті мүлт жібермей, таразы басын теңестірді. Екінші таймда ешқандай өзгеріс болған жоқ. Сонымен 1-1 аяқталды. Тобыл енді бұған дейін Жетісумен ойында 1 ұпай алған, осы жолда 2-ші ұпайын алды. Әзірге бұл командада жеңіс жоқ. Енді Тобыл командасы өз үйінде өте жақсы ойнады деуге болады. 1 гол есепке алынбай қалды ғой. 1 гол есепке алынбай қалды. Одан кейін енді Қайраттың гол соғатын кезінде Қайратқа көп мүмкіндік бермеді. Тобылда маған ұнаған, қорғаныста өте сауатты ойнады. Тек қана сол Дастан Сәтбаев гол соғатында қорғаныста ұзын жігіт бар, қалай Ындайы. Сол бірінші допты шығара алмай қалды, допқа аяғы тимей қалды. Одан кейін сол қапталда қорғаушысы Жагоров, ол да енді сәл артқа кетіп қалды, үлгермей қалды. Осылай үлгерген көрмей қалды да, допты 2-1 қорғаушыдан өтіп кетті. Енді қақпашыны өз жерде кінәлай алмайсың. Қорғаушыларға сеніп қалды. Бір доп отскокпен келді деуге болады. Ал Дастан Сәтбаев болса керемет ашылды. Енді 17 жастағы бала үшін қазір ХПЛ-дың деңгейінен жоғары болып тұрған 17 жастағы баланың. Бұл қуантады Дастан Сәтбаев үшін. Ал жалпы ХПЛ үшін бұл өте төмен деңгей. Сол Қайрат енді 1 ұпай. Қайрат жасанды алаңда ойнай алмайды. Оның үстіне манеж ғой. Өте қиын, ауада тар. Енді жергілікті жанкүйерлер жақсы жиналыпты. Сол манежде 3000 ба адам сияды, соның барлығы толған.
Сосын тағы бір қуантатыны қостанайлық жанкүйерлер тобыл жеңіліп жатса да қолдау білдіріп жатыр сол жерде соңына дейін. Астана аренада да көрдік, жеңіліп қалған ойында да келіп тобылға қолдау білдірді. Сондықтан қостанайлық жанкүйерлер негізі жеңіске лайықты команда жалпы. Иә, енді чемпиондық жалғасады деп күттік қой. Енді Нұрбол Жұмасқалиевқа әлі де мүмкіндік бар. Енді осы тобылдың отымен кіріп күлімен шыққан адам ғой. Қаншама жыл ойнады, өзі қазір бапкерлік бастап жүр, сондықтан енді оған әлі де сенген дұрыс деп ойлаймын. Сосын енді жаңа өткенде де айттық біз, енді трансферлер сәл сәтсіздеу болды, мүмкін жазда өзгерістер жасар деп ойлаймыз. Сосын тобыл командасы осы ойында бір мінез көрсетіп ойнауға тырысты. Енді әркім әртүрлі жазып жатыр. Өте бір дөрекі ойнады. Енді мүмкін енді болмай жатыр, нәтиже болмай жатыр, команда ашулы. Содан кейін де шығар. Біраз қайраттың ойыншыларын сындырды енді. Бұл енді матчты жаңағы енді ешқандай бір аса бір өрескел қателіктерін болған жоқ. Енді жалпы алғанда дұрыс және де тең дәрежеде аяқталған әділетті ойын болды деп ойлаймын. Ең соңғы сенбі күнгі матчтың соңғысы ол Астанада аяқталды. Ордабасы қонаққа келді. Данияр Сахи қызылордалық төреші болды, басқасы оның жаңағы Варда Сәкен Байымбет отырды, тараздық. Осы екі төрешіге қатысты көп сын айтылып жатыр, иә? Ойынды көрдік, өте қызық ойын болды. Екі стильде, екі жүйедегі ойын болды. Енді қазір Астана командасында мен осы маусым басынан бастап айтып жүрмін. Оларда бір-ақ құрам. Егер бір-екі ойыншы жарақат алса, жағдай қиын деп. Бабаянда отырғызды ғой. Бауыржан Исламқады отырғызды осы жолы. Кімді? Бартелес жоқ. Калайца жоқ. Бартелес Калайца ойнаған жоқ. Біреу енді Калайца жаңағы біреу самокаттан құлаған деді, біреу арыққа құлаған деді. Жалпы енді сол Алматыда оқыс жағдайдан жарақат алып, басын тіктіріп, ойынға араласамай жүр. Бабаян енді ресми айтты. Иә, ал кім? Бартелес бабында болмады ма? Жоқ, жарақаты бар дейді. Жарақаты бар ма? Ол ойнаған жоқ. Сосын оның орнына капитан Абзал Бейсебеков шықты. Сосын ортаға кімнің қасына, Әлібек Қасымның қасына жас ойыншы Санжар Ануар дегенді. Ануарды қойды. Осы ойыншының жаңағы топқа талас кезінде қолмен ойнады дегені бар. Осыған қатысты бір сын болды. Пенальти неге берілмеді деп. Басында пенальти берді ғой. Пенальти берді. Данияр Сахи сосын вар шақырып алды. Сәкен Байымбет бұл жерде вармен ақылдасып пенальти белгіленбеді. Ең қызығы енді осы өткеннен бері трансляцияға қатысты көп әңгімелер болды ғой. Бірінші лига, екінші лиганы түсірген компанияны жерден алып жерге салып жаттық. Бірақ енді премьер лиганы түсіріп жатқан кісілерде де әлі де қателіктер бар, Енді қайталауы болған жоқ мысалға. Премьер лиганы түсіріп жатқан көп сол бірінші, екінші лиганы сынаған жігіттер, енді комментаторлар өзіміздің де әріптестеріміз болды. Сол премьер лиганы жүргізетін комментаторлар, білмеймін, енді бұл жолы неге үнсіз қалған. Осы турда енді мен жалпы демек қойын, негізі бас продакшн түсіріп жатқан, ашық айта берейік, бас продакшн түсіріп жатыр. Жалпы түсірілімінде ешқандай бір качество жағынан нашар емес, салыстырмалы түрде бірінші, екінші. Ол бірақ енді бірінші, екінші лига ғой. Ал бұл Қазақстан премьер лигасы. Качествосы жағынан жақсы, бірақ сол қайталау бойынша мен көрдім, тағы ойында. Ертіс пен Оқжетпестің ойында да қайталау онша емес, бір түрлі көрсетеді. Астана мен Ордабасыда біз сол пенальти болған кезінде де, сосын анау Қасымның Жасұлан Әмірге аяғына тіке кіріп кетті, өте дөрекі кірді. Сол жерде де қайталаулар кейінірек бір көрсетті, және бір ғана ракурстан көрсетті, қайтадан көрсеткен жоқ. Осы жағынан білмеймін, меніңше дұрыс емес сияқты. Енді Қазақстан премьер лигасында бұндай деңгей болуы өте нашар деген сөз. Иә, сосын жаңа Қасымды айтып жатсын, енді бір өте қауіпті болды. Жасұлан. Бірінші эпизодта айтайықшы, сенің ойыңша пенальти болды ма, болмады ма? Енді нақты айту қиын, 50-50. Бәлкім кейбір бізде енді шынымен сондай болып жатыр, төрешілерде де бір нақты бір концепция жоқ сияқты. Кейбір эпизодтарда сондайда пенальти береді, кейбір ойында бермейді. Содан кейін оларға дегенде сенім азайып бара жатыр. Меніңше енді пенальти беру керек пе деп те ойлаймын. Енді төрешілерді де қатты сынай алмайсың, өйткені
сол ойында маған жеткен ақпараттар бойынша камералардың саны әдеттегіден аз болған. Олар сосын соны енді айтпайтын да сияқты, барып дұрыс ештеңе көрген де жоқ. Көрген жоқ, біріншіден дұрыс көрмеді. Өйткені біз повторды қарадық қой, қайталауды қайрадық. Сол кезде бір сәтке қарасаң доп қолына тимеген сияқты, бір жағынан қарасаң. Ал негізгі камерадан түсірген бойынша қарасаң қолына тигені көрінеді да. Бірақ енді ол жерде екі жақты шешім қабылдауға, егер төреші болсаң шешіміңді ақтап алуға болады сенімді түрде. Өйткені доп екеуі де допқа таласып секірді ғой енді. Сол Ануаров қой секірген, сол жас бала. Біріншіден пенальти бермегеніне қуандым, өйткені сол жас баланың сағы сынбасын дедім. Бірінші таймда өте керемет ойнап жатты. Енді жалпы әділеттік бойынша берілу керек деп айтуы мүмкін, бірақ дегенмен ол жерде екі түрлі, жаңа өзің айтқандай. Әуедегі допқа таласқан кезде допты баспен ұрды. Енді ол осылай секіріп баратқаннан кейін барып доп ұшты да, енді әуедегі доп кезінде қолын жинап, денең жинап үлгермейсің ғой. Осы орайда ол жерде пенальти бермеуге де болады. Бір жағынан егер төреш берем деп шешсе беруге де болады. Бұл жерде енді жаңа бас төрешін айтуға болады. Меніңше бейне қайталауда дұрыс көрмеді, содан кейін енді өз шешім қабылдай салған сияқты. Бермей қою жөн көрген сияқты. Оны өйткені қысым болды ғой. Оның алдында Атырау мен Ордабасы ойынында да гол алып тастады, пенальти белгіледі деген сияқты сындар, сол бір кішігірім төрешінің үстінен қысқан сияқты да. Екі жақты шешім болған кезде төреші сол Ордабасының алдыңғы несін ескере отырып, жанкүйерлер тағы қысым жасай ма деп Астана жағына шешіп берген сияқты. Осы орайда ал екінші эпизод бойынша мен қасымда қызыл қағаз болу керек деп ойлаймын. Сен ойыңда? Беру керек еді деп ойлаймын. Қазір енді жаңа төрешілердің енді Астанада өзің айтып жатсың, бір-ақ құрам сөйлескенде болуы мүмкін, енді тым көп бере бермеңдер, жаз ойнайтын адам жоқ деп те жатқан шығар енді. Жоқ, енді екі эпизодтың екеуі де Астана жағына шешілді. Астана жағына шешілді, бұл дұрыс емес. Бұл бірінші жыл емес, бұндай Астананың пайдасына шешілетін жағдайлар жылда болып тұрады. Биыл соны азаяды деп бір төбе жойылатын шығар деп үміттеніп жүрік, бірақ әлі де ондай нәрсе болмай жатыр. Осыдан кейін кінәлай алмайсың ғой. Негізі бардағы төреші айту керек еді ғой. Бар, бас төрешісі бар, әйтеуір бір-бірімен енді бәрі бір команда ғой, бір жүрген. Білмеймін неге сондай жағдайлар жиі. Шақыру керек еді бар төрешісі. Өйткені Қасым өте дөрекі ойнады. Жас баласын матчтан кейін енді кешірім сұрапты, барып әлі енді ол жағынан енді азаматтық танытып. Дегенмен енді абайлау керек. Ол бір адамның тағдыры, сондай жағдайлардан кейін талай футболшы карьерасын аяқтап кеткен. Жасұлан қазір мысалға өте жақсы бастап жатыр. Мартин бапкер әзірге негізгі құрамда сенбей жатқан шығар. Дегенмен осының алдында Жеңіспен ойында дубль жасады. Дубль жасады ғой. Сосын оңтүстік академиямен кубок матчта гол соқты. Кеше тағы өте Мұртазаев сияқты болып тұр ол да. Өте әдемі салды. Кімнің? Осы турдың ең үздік голы деп айтуға болады. Ең үздік голы Чондричті шығарды, айтпақшы кім Астана қақпаға. Алматыдағы 4-0-ден кейін. Жоқ, оған байланысты емес дейді. Мен сол сұрақты қойдым. Оған байланысты емес. Бізде әрдайым ротация болып тұрады қақпашылар шебінде. Бұл жолы Сейсенге демалыс беру жөн көрдім, себебі ол ұлттық құрамада барып келді. Одан кейін кеше 6 жол жүріп келді Алматыға, сондықтан Чондрич шығаруды жөн деп санадым дейді. Енді онысы қаншалықты ақталғаны енді өзі айта жатар. Енді есеп 1-1 болды. Осыған екі команда қанағат білдірді. Мартин Астанадағы жорығы биылғы сәтті аяқталды деп ойлауға болады. Өйткені Астанамен де Жеңіспен де сырт алаңдағы екі матчында 4 ұпай алды, екеуінен де жеңілген жоқ. Енді басқа қалалардағы жорықтары бар. Алматыда Қайратпен, Қостанайда Тобылмен деген сияқты көреміз, Ақтөбемен. Өйткені бұл командада маусым басында жаңа чемпиондыққа таласамыз деп мақсат қойып отыр. Жоқ, әлі мүмкіндік бар ғой. Ордабасы меніңше таласатын сияқты, қабілетті. Құрамы мықты. Әлі жаңа да ойыншылар алғысы келіп жатыр. Жазда да өткенде де келді, мысалы Бразилиядан деген. Сосын осы жерде айта кетуіміз керек. Ордабасы командасының маған жанкүйерлері ұнады. Астана аренада құдды бір өзінің үйінде ойнағандай ойнады. Енді Атырау Түркістанда ойнады ғой. Сол кезде Қызылорда өз үйінде ойнағандай болды. Қызылордадан кәдімгі жанкүйерлер келіп қолдау көрсетті. Ал бұл жерде Шымкенттен келген жанкүйерлер әлдеқайда көп астаналықтардан. Сосын қолдау тамаша болды. Енді осы орайда Астанада да енді жалпы шымкенттіктер көп қой. Ол да бар. Жоқ, ол былай болды дейді. Астана бар болғаны 300 ғана билет берген екен. 500 билет сұратқан, 300 ғана билет берген. Сосын команданы сатып алған президенті тағы 200 билет сатып алып беріпті. Сол Шымкенттен келген жанкүйерлерге 200 билет. Бірнеше автобус жалдаған, соларға осылай билет берген екен. Өзі сатып алған. Дұрыс болған.
иә, қолдау тамаша, өз үйінде ойнағандай болды, емін еркін. Енді Ордабасы бұл ойында жеңіске жетуге лайықты болды деп айта аламын. Өте тамаша ойнады, бірнеше қауіпті мүмкіндіктер болды. Төрешінің жаңа шешімдері бар, сондықтан айтпақшы тең ұпай, бірақ дегенмен жеңіске Елхан лайықты болды. Астана ойнаған жоқ, өйткені ол Астана командасының мен келісімшарты бар. Ордабасыда жалға ойнап жүр. Үш Қазақстанда ойнады Ордабасыда. Иә. Соған қарамастан енді негізгі құрамның ойыншысы ойнамаса да енді жап-жақсы өнер көрсетті. Дегенмен енді Астана әйтеуір тырбысып жүріп, соңғы минуттарда Бауыржан Исламханның сол қапталдан асырған пасын қорғаушы Ян Бараговский қақпаға дәл көздеп 1 ұпай алды. Осы ойында маған Астананың бір нәрсесі ұнамады, өйткені осыған дейін мысалға тобылмен ойында қалай ашылып жақсы пастар алмасып гол соғып отыр да, бұл жолы Ордабасы ойнатқан жоқ. Яғни Астана Исламханда болған жоқ қой. Исламханда болған жоқ. Бірақ Астана доп алса бір абдырап қалу, көп Башиш пен Қараманның пас беру кезінде қателіктер өте көп болды. Ордабасы футболшылары жетік білген кезде не істерлерін білмей қалып, көп қате берді. Соның салдарынан Ордабасының емін-еркін шабуыл жасауына Астана мүмкіндік беріп қойды. Сонымен енді бұл матч бірінші сенбі күнгі ойындар аяқталды. Жексенбі күні бірінші ойын Көкшетауда өтті. Оқжетпес пен Ертіс. Өзің сөз басында айтып қалдым. Былтыр бұлар сол Оқжетпестің негізгі құрамы бапкерінен бастап Ертісте жұмыс істеген, бірінші лигада күміс жүлде алған. Енді қазір өзің жақсы білесің, бізде Қазақстанда клубтың жетекшілігі, әкімдер ауысса, инвесторлар ауысса, басқа да сондай нәрсе болса, сол команда бір жаққа, мына жақтан екінші қалаға көшіп кетуі өте оңай болып бара жатыр. Сол Павлодарға жұмыс істеген жігіттер Көкшетауға келді. Қазір енді Көкшетауда қадамдар әзірге жаман емес. Оқжетпесте 5 турда жеңілмеген командалардың қатарында. Және кубокта қандай камбэк жасады? Кубокта камбэк жасады. Шахтерден 0-2 жеңіліп жатып, 3-2 жеңісті жұлып алды. Бірақ бұл матчта Оқжетпес 2 пенальти белгіленді, екеуінде дәл көздеді, 2 ойыншы тепті. Соның арқасында жеңіске жетті. Бас төреші қызметін Денис Тивяш оралды рефери қазылық етті. Ойын басында Оқжетпестің бапкері Ринат Алиөтовпен біраз дауласты. Енді екеуі білмеймін тұрып алып не болғанын. Және бас бапкер үйлі болды. Иә, ол енді ойыннан кейін облыс әкімі Марат Ахметжанов қызметтік пәтер берді. Қазір Оқжетпесте Иван Сауэр жүр, көріп жатсыздар, футболшыларға гол соққаннан кейін, камбэк жасағаннан кейін тіпті еселеніп 2 миллион ба сондай 2 миллионнан берген. Соның арқасында сол әйтеуір мотивация жақсы болып тұр. Оқжетпес қазір 3-тікте. Пенальтилерге қатысты не ойың бар? Оқжетпес пенальтилері енді біріншісі анық қой, қолына тиді ол жерде. Анық. Екіншісі кішкене спор болды. Екіншісінде біріншіден қақпашының айып алаңы, қақпашының зонасы дейміз ғой. Енді ол жерде қақпашыға көбірек мүмкіндік беріледі, көбірек басымдық беріледі. Бір жағынан енді қазір мен нақты маман емеспін ғой, сондықтан қазір дүп басып айта алмай отырмын ол жерде қалай болатын. Дегенмен допқа таласқан кезде, қақпашы әуеде болды да, алдында тұрған шабуылшының арқасына, тізесімен кіріп кетті. Осыған байланысты төреші пенальти қойды. Енді оған байланысты қақпашы тарапынан дөрекі ойнаған шығар. Сондықтан пенальти қойылды деп ойлаймын. Ертістің бір голын Мирас Тұрлыбек соқты. Әдемі соқты ғой. Иә. Павлодарлық футболшы былтырғы маусымда Каспийде, Ақтауда бірінші лигада ойнап бомбардир болған. Бірінші лиганың үздік ойыншысы болды, бомбардирі болды. Биыл туған жеріне оралып, қазір қайтадан Ертісте ойнап жатыр. Өздеріңіз білесіздер, Максим Федин капитан өткенде үлкен ауыр жарақат алып, біраз уақытқа қатардан шығып қалды. Қазір енді осы Мирас Тұрлыбек бар, Такым бар. Осы ойыншылар негізгі міндетті алып, енді Ертістің шабуыл шебін күшейтуге тырысып жатыр ғой. Қалай боларын енді уақыт көрсетеді. Енді Ертісті бұған дейін жеңілмеген, осы турда алғаш рет жеңіліп отыр. Енді Көкшетауға тағы бір айта кетейік. Көкшетауға меніңше жақсы бір стадион керек сияқты. Өйткені кеше стадион толып қалған, көптеген жанкүйерлер кіре алмай жатыр. 10 000 адамдық стадион салынады деп күтіп жатыр. Енді облыс әкімі өзі әрбір матчқа, үйдегі матчқа келіп қолдау көрсетіп жүр, Ахметжанов. Облыс әкімі, қала әкімі, жалпы қазір сосын қолдаушылар, бизнесмендер бар, басқасы бар. Қазір Оқжетпеске
ана мынау командадан кем емес. Бұрындары енді көкшетауда оқ жетпес ойнап жатыр ма ойнамай жатыр ма ешкімге керек емес, бәрібір болатын. Олар бір Астанада жүрді, Шымкентте жүрді. Ал қазір енді әйтеуір жергілікті басшылардың да халықтың да қолдауы бар. Осы қарқыннан түспеу керек. Былтыр енді біраз жер шулатып, орта жолда бапкерін ауыстырып бәрі өзгеріп кеткен. Енді қазір мынау Мұрат Тілешев кетеді, қалады деген әңгімелер болып жатыр ғой. Осы мәселе бір жақты болу керек сияқты клуб директоры. Сол ғой, бір жақты болу керек. Өйткені қазір ондай спорный сәттер командаға әсер етеді, кері әсер етеді. Бірақ дегенмен енді әрбір ойында жаңағыдай ақшалай сыйақы беріп жатса, қаржылай команда анау нәрсеге көңіл аудара қоймайтын сияқты. Айтпақшы, жаңағы футболшыларға бөлінетін сол жаңағы гол соққан қақпашыға бар, басқасына берілетін ақшаны жігіттер келісіп қазір теңдей бөлеміз деп шешкен екен. Солай болу керек қой негізі. Сосын Ертіс командасын айта кетуіміз керек. Оқжетпес жайлы көп айтып кеткен сияқтымыз. Оқжетпесте Өміртаев өте жақсы ойнап жүр. Таңғалып жүрмін, биыл маусымда кәдімгі команданың бір атмосферасы болып жүр ғой. Капитан қазір. Капитан болып шықты, Ертіс командасында айта кетуіміз керек. Павлодарда өте тамаша футбол жақсы көретін көрініп тұр. Жанкүйерлерінде әрдайым орталық стадион ба келіп жүр ғой, қолдау тамаша ғой. Сосын командада енді 2 пенальти болды. Ол әділ болды, әділ болмады. Ол әділ болған сияқты меніңше. Сол қателік, өздерінің қателігі, бірақ жалпы ойыннан гол соққан жоқ, соққызған жоқ қарсыласқа. Өте тамаша ойнады. Одан кейін мынау матч Алматыда болды. Тағы Алтай мен Ұлытау ойнады. Ұлытау шұпай алды, бірақ басында Алтай гол соғып кеткен. Қызыл қағаз алып кетті. Бұл матчта төрешілерге қатысты сұрақ көп. Кішкене енді бір күмәнлеу болды меніңше. Алтайдың енді бапкері Бахит Масуды өткенде де ренжіді Павлодардағы ойында. Бұл жолда енді төрешілердің жұмысына сынай айту мүмкін. Дегенмен енді Алтай бірінші лигаға басты үміткерлердің қатарында сияқты, өйткені қайтадан қазір командада бәрі бар сияқты, бірден жетпейтін сияқты, бір нәтижеге әлі де бір тәжірибеде тұрақтылық жетпей тұр. Каспий екеуі қазір ең басты төменгі түсіп кететін команда болып тұр. Бірақ енді Каспийді андай бір ешқандай қиналмай қия салсаң бірінші лигаға, Алтайды қимайсың. Өте жақсы ойнап жүр Алтай. Өздерінің бір стилі бар, ойын жүйесі бар, көрінеді. Бірақ дегенмен өзің айтқандай бір білмеймін енді сәл бір нәрсе жетіспей жатқан сияқты. Мүмкін жылдам бір шабуыл жетпей жатыр ма, венгер жетпей жатыр ма, білмеймін, айту өте қиын. Өйткені олар көбіне қарымта шабуылдан ойын жүргізеді ғой. Сол сәтте де әлде шабуылшылар жақсы да, ортадағы бір паспен шығаратын ойыншылар жетпей жатыр ма, білмеймін, айту өте қиын. Бірақ Алтай бірінші лиганың командасы деп айта салатындай емес та, әрбір командаға, әрбір ойында айтарлықтай қарсылық көрсетіп жүр. Одан кейінгі ойын Петропавлда өтті. Осы турдың бір голға қарық қылған, бір шоу көрсеткен ойыны болды. Біз жайшылықта менсінбейміз ғой, Фарер аралдары дегенді, бірақ осы Фарер аралдарынан келген Бертолит деген шабуылшы нағыз перформанс жасады. 2 гол соқты, 2 нәтижелі пас берді әріптестерін, жаңағы Аслан Әділ мен Козленкаға. Қарап отырсаң, бір орысша айтқанда погода жасалған ойыншы болды осы турдағы. Менше сөзсіз турдың үздік ойыншысы. Әлиев мырза Меркелімен бірге сол Астанаға көңілсіз қайтты. Әлиевтер қазір жағдайлар қиын. Екеуі де қазір команда бапкерлік тізгіннен кететін бапкерлердің тізімінде деп айтуға болады. Ағайынды екеуі. Сосын енді Ферапоновты барынша қысып жатыр қазір жанкүйерлер. Үшеуі ғой қазір басты тұрған. Білмеймін, енді жеңіс командасы бірінші таймда допқа иелік етті. Сол әдеттегідей өздерінің ойын стилі. Мүмкін Әлиевқа ойын жүйесін өзгерту керек. Әлихан Әлиұлына. Өйткені сол бірінші номермен ойнау жеңістің қолынан келмейтін сияқты. Енді Меркельді айта алмаймын қазір. Сол команданы күшейтті деп, оның үстіне негізгі құрамда шығып та жүрген жоқ қой, аса бір қатты. Және жылдамдығы өте төмен, баяу ойыншы көрініп тұр. Екінші таймда шығып жүр, қазір басында Қайсармен ойында негізгі құрамда шығарған, одан кейінгі ойындардың барлығында қосалқы құрамда шығып жүр. Жылдамдығы аз, өзінің мысалға Меркельді мысалға біз жақсы білгенімізбен, ол нәтижелі пас, гол дегені өте аз карьерасында, біз статистикасын қарап көрсеңіздер,
сондықтан Қазақстан чемпионатының өзінің бір ерекшелігі бар, спецификасы бар чемпионат қой. Бұл жерде жаңағы жасыл алаңда қиын, топтың жүруі де қиын, командалар қорғаныста ойнайды, ашылмайды. Иә, сондықтан бізге жаңағы көбіне Сербия сияқты, Беларусь сияқты елдердің футболшылардың көбірек келетіні, осындайға бейім футболшылардың нәтиже көрсететіні сондықтан деп ойлаймын. Көбіне европалық футболшыларға сәл қиындау түсіп жатады. Енді бұл жерде жеңіс командасы сол допқа көбірек иелік етіп, көбірек шабуылға шыққанымен Қызылжар өзінің шабуылдарын жүйелі аяқтады. Ол жерде тек қана Қызылжар қарымта шабуыл деп айтуға келмейді. Кәдімгі жүйелі қойылған, дайындалған шабуылдар болды, өте тамаша. Бір пенальти бермей қалды еще. Бірінші таймда. ол да бар. Бірақ есесіне екінші таймда шашты. Мен сол жерде пенальти болды деп ойлаймын, Қызылжарға да беру керек, Қызылжардың пайдасына. Шалып құлатты, көрініп тұр, контакт болды, бірақ төреші пенальти берген жоқ. Енді жеңіс командасы сол қолдауға барған, Қарасай аренада жанкүйерлерін көрдік. Аз бір 10 шақты жанкүйер барған, бірақ дегенмен сол жеңісті қолдауға барған, және команданы аса бір қатты сынап жатқан жоқ, командаға сенетінін көрсетті оларда жеңіске. Енді жеңіс дегенде біраз ертіс сияқты жабылып қалып, қайттан ашылып, жаңғырып, енді Елордаға екінші команда керек екені сөзсіз. Сондықтан енді жеңістің қолдап жүрген, осыны ұйымдастырып жүрген жігіт басшыларына меніңше рахмет айтуға керек. Бірақ енді нәтиже де керек. Нәтижеде мысалы Платон менің досым, бірақ шындық одан да қымбат дегенді жеңіс басшылары ескеру керек. Әлиев сол бас кісілердің досы шығар, бірақ кәсібилік нәтиже тұрғысынан жақсы бапкер қажет екенін сезет деп ойлаймын. Және де Әлеке, сізді сыйлаймыз, сенімен доспыз өмірде, бірақ бұл жерде енді жанкүйерлердің жапа шекпеу керек. Клубтан бір орын беруге болады. Иә, командаға білікті маман әкелейік деп айту керек деп ойлаймын. Былтырғы Демченко қалай жұмыс істеді, сондай нәтиже. Енді Демченконы келісімшартын созғысы келген ақпараттар бойынша, бірақ Демченко қымбат сұраған, және басқа жақта келісімшарт болған, сол жаққа кетіп қалған екен. Ол жерде енді клуб жоқ, кетесің, болды, бір адамға жабысып қалған ештеңе жоқ, басқа да іздеп табуға болады ғой. Қиын ғой енді Қазақстанда бапкер табу. Қиын дегенмен енді меніңше қазіргі Астанада сияқты Астананың клубына өңірлердегі командаларға қарағанда табу оңай. Өйткені тұрмыстық тұрғыдан енді қонақ үй, басқа мәселелері кішкене оларға ыңғайлы. Шетелге жаңа өз елдеріне ұшақпен ұшуға да осы жағынан, сондықтан енді меніңше келеді деп ойлаймын жеңіс сияқты командаларға. Ойлану керек, іздеу керек. Жеңіс былтырғы маусымда бір Оқжетпес сияқты бір күшті команда еді, әдемі. Командада бірнеше ойыншылар кеткеннен кейін, бапкер кеткеннен кейін осылай әлсіреп кетуі шынымен де күтпей қаласында бұндай нәтиже. Енді ол бапкерден ба, әлде ойыншылар айтарлықтай жеткілікті жиналмады ма, айту өте қиын. Енді ең бастысы мен түсінгенім сол Әлихан Әлиұлына ойын жүйесін өзгерту керек. Өйткені мен байқап жүрмін, 5 тур болды, 5 турды да бір жүйеде ойнайды. Өте жоғары прессингқа үміт артады, қысым жасап күтіп алуға ше. Екінші таймда сосын мүлдем жоқ, екінші тайм жоқ болып кетеді. Сосын сол прессинг жасап жатқан кезде 1-2 ойыншыдан алып өтіп кетсе болды ғой, енді әрі қарай бүкіл жүйе сынып қалады қорғаныстағы. Сол жағынан кішігірім бір қиналып қалып жатқандай. Мүмкін сол кімдер сияқты, Жетісу сияқты, Атырау сияқты қорғаныс арқылы ойнаған дұрысырақ шығар. Жатып алып. Енді турдың соңғы ойыны ол Түркістанда болды. Ақтөбе мен Каспий ойнады. Ақтөбеге енді осы турда жеңбесе барлығы аяқталатын еді. Өйткені енді жанкүйерлердің де ашуы біраз жерге жетіп қалды. Жаңағы словакиялық бапкер келді, Таркович. Енді бірақ жеңіс оңайшылықпен келген жоқ. Бұл жолғы матчта да пенальти белгіленді. Бірақ пенальтиге қатысты ешқандай күмән жоқ деп ойлаймын, таза болды. Артур Шишин ашып салды. Сосын екінші тайм жаңағы Каспийдің өте бір қауіпті шабуылы болды. Қақпаға кіріп бара жатқан жерде украиналық қорғаушы Иван Ордес алып шықты. Кәдімгі кіріп бара жатқан жерден алып шықты. Сонымен матч әйтеуір соңына дейін аяқталды. 1-0. Бірінші таймда енді Ақтөбе допқа көбірек иелік етті да, екінші таймда кішкене қарсыласқа да мүмкіндік беріп қойды. Әлі де Ақтөбе өз ойынын тапты деп айта алмаймыз. Екінші таймда Нани шықты, бірақ Нанидің да сарыға қалды. Бір Зиданның бір финтін жасағаны болмаса, аса бітірген ештеңесі жоқ. Қазір көріп отырсыздар, біз осы биылғы жылдың футболда ньюсмейкері болған Нани бар, Мозес бар, Меркелі бар, әзірге көзге түсе алмай жатыр.
Иә, енді Ақтөбе жеңіске жетті. Әрине Ақтөбе чемпиондыққа таласады деп бәріміз күтудеміз. Бірақ өкінішке орай мен мысалы бұны жеңіс деп айта алмас едім. Каспийді соңғы орындарда жүрген Каспийді 1-0 есебімен жеңу, Ақтөбе сынды құрамы бар, Ақтөбе сынды командаға меніңше дұрыс емес сияқты. Оның үстіне пенальтиден соқты енді. Ақтөбе мен ойладым бір ірі есеппен жеңеді деп. Енді өзімнің күткен нәтижем болмай қалғаны ол өзімнің проблемам ғой, бірақ дегенмен енді Ақтөбе чемпиондыққа таласады деп күтіп отқаннан кейін бұндай ойындарда нәтиже жасау керек қой. Өткенде Арысқа барды ғой. Иә. Нани бірінші минуттан ойнады, бірақ сол Арыстың өзіне гол соғамады, ішіне көрсетті. 4-0 аяқталғанмен сол Наниға о жақта да бұйырмады, бұл жақта да енді жаңағы лигада да әзірге бір Енді Нани гол соғатындай ойыншы емес қой, шабуылға шығып. Көбіне ортадан бастайып жүретін. Енді дегенмен Нанидің бір гол күтіп жүр ғой. Пенальтиді беру керек пе? Пенальтиде шықты ма ол кезде алаңға? Жоқ, ол бірінші таймда. Бірінші таймда күткен екен, ол екінші тайм шықты ғой. Бірінші таймда болып кетіп жатыр. Екінші таймда болмай жатыр. Екінші таймда пенальти болып жатса беретін шығар Ақтөбе ойыншылары. Жалпы енді Ақтөбенің өзінің ойыны жаңа бапкер, енді жаңа бір жүйелер қалыптасады, жаңа тактика болады, сондықтан енді қалыптасып жатқан шығар, күтеміз. Бірақ айта кететін жайт, қазір Ақтөбе ең қиын жағдайда, өйткені басшылығы Астанада, офис Ақтөбеде, жанкүйерлер Ақтөбеде, команда Түркістанда ойнап жатыр. Осы жағынан үш жақта бір команданы бір жолға, бір жүйеге қою өте қиын осындай жағдай. Сәуір айының соңына қарай Ақтөбе өз алаңына оралады, Ертіспен ойнайды. Сондықтан енді соған дейін біраз қиындықтарды еңсеру керек. Енді осымен тур аяқталды, жаңа Ақтөбе деп қалдық. Келесі турға бір ойымыз айтып жіберейік. Өйткені Ақтөбе келесі турда осы дайындық жасап жүрген Астанада жеңіспен ойнайды, елорданың командасымен. Али Ханалилов Ақтөбені жеңем деп уәде берді. Ханалилов жеңем деп уәде берді. Ақтөбеде енді жеңістен 3 ұпай алғысы келеді. Екі команданың да қазір бір тығырыққа тіреліп тұр ғой, сондықтан бұл ойында не күтесің? Енді Ақтөбеге қиын, сол Каспийге қарсы ойында да бар болған қақпаға 2-ақ тура соққы жасаған Ақтөбе. Каспийде дәл солай 2 соққы жасаған. Ақтөбе қазір өзінің ойын қойып алды. Ақтөбе үстемдік етеді деп айту қазір алғашқы турларда айтуға болатын еді, қазір айту өте қиын. Бірақ дегенмен жеңістің де нәтижесін көріп жүрміз. Сондықтан мен бұл жерде Ақтөбе жеңіске жетеді деп ойлаймын. Енді Ақтөбеге кішкене Астанада жаттығу жасап үйреніп қалды, сондықтан бұл аса қиындық тудырмауы мүмкін. Жеңіс әзірге өз алаңында да әлі ештеңе жеңген жоқ қой, сондықтан меніңше де бірақ көп гол болмайды деп ойлаймын. Менде де солай. Сосын оның үстіне Астана аренада өтетін ойын Түркістан аренадағы салыстырғанда, Ақтөбенің үйдегі ойыны ғой Түркістан арена, онымен салыстырғанда Астана аренада өтетін ойын жанкүйерлердің қолдауына толы болатын сияқты. Өйткені білеміз, енді Астанада жанкүйерлер көп. Келесі матч ол Ертіс пен Жетісу ойнайды. Жаңа Ертісті айтып қалдық. Оқжетпесте жаңағы Ринат Алиев былтыр Ертісті жаттықтырған деп. Оның алдында Қайрат Нұрдәулетовті Ертістің бапкері болып бастаған былтыр. Сондықтан енді оған да бір принципиалды матч болу керек. Өйткені Павлодарға бара жатыр. Былтыр енді бір ыңғайсыз жағдайлар болды. Клубтың басшыларымен келіспей, ол жаңа ішкі мәселелеріне араласып кетіп, Қайрат Нұрдәулет жұмысын тастап кетіп қалды ғой. Сондықтан енді өзінің бір қолынан бірдеңе келетін ол дәлелдеуге тырысады. Оған бір принципиалды матч деп ойлаймын. Және де Ертісті өз алаңында 3 ұпай алуға тырысады. Қалай ойлайсың? Ертіс енді кешегі қиын да болжамай. Болжам айту қиын. Ертіс кешегі жеңілістен кейін үйінде айтып отырмын ғой, Павлодарда жанкүйерлер өте қолдау тамаша Ертіске. Сол жанкүйерлердің алдында жеңіске жетуді көздейді. Бірақ енді Қайрат Нұрдәулетов былтырғы маусым аяқталғаннан бір подкастында айтқан, Ертіске басшылығына реніші бар екенін, сол мүмкіндік бермегенін айтты. Сондықтан ішінде бір айтары бар деп айтуға болады. Бұл жерде мен тең ойын деп айтам, менің ойымша тең ойын болатын сияқты. Енді Жетісу өте қиын, қорғанысын бұзу Жетісудің. Басты жағын бір төрешілердің пенальти белгілеуі бірдеңелер болып кетуі мүмкін. Сондай бір фактор әсер етіп кетпесе, Жетісу оңайлықпен Ертіске гол соғуға мүмкіндік бермейді. Сондықтан бұл жерде тең ойын деп ойлаймын. Бұл жерде де гол аз болады. Мынау Каспийді айтып қалдық қой, Әлиевтің інісі Пірәлі Әлиев жаттықтырады. Графиктер өте қиын болып жатыр қазір. Мысалы Ақтөбемен ойнады, енді Алматыға барады, Қайратпен кездеседі. Қайрат енді Қостанайда ұпай жоғалтқаннан кейін бұндай командаларды аяуға
тырыспайтыны белгілі, әсіресе орталық стадионда табиғи алаңда ойнағанда олар мүлдем басқаша ойын көрсетеді. Қазір Дастан Сәтбаев та бабына келді, Эдминсон да жүр, Жоржино да алдында мысалы Астана қосуға батыр. Финдар жақсы Юкола мен командаға. Оксанен бар. Басқа да ойыншылар бар. Жастары да мысалы желпініп тұр. Қайрат ресеппен жеңіске жетеді деп ойлайсың ба? Иә, Қайрат ресеппен жеңіске жету керек бұл ойында. Бір 3 гол кемі соғылады. Оның үстіне енді былтырғы маусымда есіңде болса Ақтөбе мен Қайрат ойында Умаев Глейзер екеуі ұстасып қалған Қайрат сапында. Сол Умаев қазір Каспийде. Қателеспесем сол Қайратқа қарсы ойнауға барады. Сондықтан тағы бір конфликт болатын сияқты. Бірақ енді басты тірескен ойыншы жоқ қой, қазір кетіп қалды командадан. Дегенмен өте тартысты ойын болады деп ойлаймын. Бірақ Қайрат жеңіске жетеді. Қайрат өз үйінде өте жақсы ойнайды. Қайрат табиғи газондарда, табиғи шөпте өте жақсы өнер көрсетеді. Сондықтан бұл жерде ірі есеппен жеңіске жетеді деп отырмын енді. Ал Қызылордаға жаңа Алтай барады. Енді Алтайдың жолы болмай жүргенін айтып жатыр. Қайсарда бір жарар Арыстан сияқты. Перефонтовқа да қазір бір тығыр таянып тұр. Қалай болады? Осы жолы ұта ма? Наконец-то бір 3 ұпай алатын матч бола ма? 3 ұпай алатын матч Қызылжармен өткен ойында болған. 3 ұпай алатын матч Атыраумен өткен ойында болған. Бірінші таймда екеуінде де мүмкіндік көп болды Қайсарда. Сондықтан қазір мен Қайсар Алтайды жеңіп алады деп айту өте қиын. Оның үстіне енді Алтай қорғаныста ойнайтын команда, ал Қайсарға сол қорғаныста ойнайтын команданың қорғанысын бұзып өту өте қиынға соғып жүр. Кез келген ойында, барлық ойында. Қазір осы кезге дейін айтып жүрдім, енді Қайсар жеңіске жетеді. Бүгін айтпаймын. Тең ойын болады екеуі. Қайсарға өте қиын болады бұл ойында да. Көреміз енді. Жаңа бразилиялық ойыншысын тіркеп үлгермейді, ол қатыспайды бұл ойынға. Оның үстіне Қайсар осы маусым басталғалы негізгі мақсаты кубокке қойған еді. Бірақ кубокте жолы Қайратқа түсіп тұр. Одан кейін өтсе, қателеспесем Астана ма, Тобыл ма, сондай бір тағы қиын командаларға түседі әрі қарайда. Сондықтан Қайсар қазір кубокты мақсат тұтпай, лигаға да не қою керек? Акцент қою керек. Енді жеңу керек негізі Алтайды. Егер Ферапонтов кетіп қалмасын десе, Ферапонтовқа осы ойында жеңу керек. Оның үстіне енді жанкүйерлердің де қазір төзімі бітті, таусылды. Кешегі ойында енді айқайлап атқан көрдің ғой. Сондықтан жеңіске жетуге ойнайды, тырысады, бірақ тең ойын болады деп ойлаймын. Шымкентте тағы бір сол тоғыт болады шығар, өйткені Ордабасы өз алаңында ойнайды, осы жолы Оқжетпеспен кездеседі. Көкшетау командасы әлі желінген жоқ деп айтып отырық қой. Бұл жолы қалай болады екен деген менде де ой бар. Енді өйткені енді Ордабасы да қазір ертең тағы бір әншілерді шақыру мүмкін, машина ойнату мүмкін. Қарсылас Оқжетпес жаңағыдай 5 ойынның 3-ін ұтты ғой, 2-ін тең түсті, жақсы келе жатыр. Ордабасы қазір ойыны жаймен-деп реттеліп келе жатыр. Бірақ олмен салыстырғанда, Ордабасымен салыстырғанда Оқжетпестің ойыны реттелген. Бірақ енді Оқжетпестің ойыншылары бас бапкер айтады, сол бірінші таймнан кейін жігіттердің аяғы тартылып, кешегі ертіспен ойында. Өйткені олар Қарағандыға барды. Қарағандыдан Астанаға бірыңғай автобуспен жүрді, жермен жүр, енді ұшып баратын жерлер емес. Осы жағынан ұзақ жолдар команданы біраз шаршатып тастады деп айтып жатыр. Одан кейін енді қазір Шымкентте ойнайды ойын. Тағы да сол Астанаға келіп, Астанадан ұшады ғой деймін, қателеспесем. Осындай бір жол жүру команданы біраз қинап жіберген сияқты физикалық тұрғыдан. Сондықтан Ордабасы өз үйінде жеңіске ойнайды бұл жерде. Оқжетпестің алғашқы жеңілісі осы ойында тіркелуі мүмкін деп ойлаймын. Мотивация бар жігіттерде. Әрбір ойында ақшалай қаржыландыру, миллиондап ақша беріп жатыр әрбір ойыншыға. Екі жақта да мотивация жоғары басшылық тарапынан. Бірақ дегенмен Ордабасы өз үйінде жанкүйерлердің алдында жеңіске жетеді деп ойлап отырмын. Ұлытау Қостанайдың Тобылмен ойнайды. Енді бұл матчта да енді Тобылға осы жолы да бір 3 ұпай бұйыра ма деген үміт бар. Өйткені енді бұған дейін қаншама ұпай жоғалтып келе жатыр ғой. Қиын айту. Ұлытаудың ойыны жақсы. Қақта ойнайды қазір бұл ойынды? Жезқазғанда ойнайды. Жезқазғанда ойнайды. Ұлытау өз үйінде өте жақсы ойнайтын команда. Сондықтан Тобылға өте қиын болады. Тіпті бұл ойында Ұлытау жеңіске жетіп кетуі де мүмкін. Енді білмеймін, енді екі команда да ұпай алуға лайықты. Сондықтан Тобыл оңай жеңіп алады деп айту қиын бұл жерде. Білмеймін, енді мен бұл ойынға пікір айту. Сен ойыншы қалай? Тобылдың мотивациясы жоғары, енді ойыншылардың шеберлігі жоғары.
дегенмен енді Ұлытау былтырғы Ұлытау емес, былтыр 2 ойында да Тобыл оңай жеңген. Ошол тең ойын. Тобыл да былтырғы Тобыл емес. Былтырғы Тобыл емес, сондықтан тең ойын болып қалуы мүмкін. Бізде енді тең ойындар қазір көп болып жатыр ғой. Соңғысы енді ол орталық матч, меніңше Елімай Астана. 2 ойын қалды. Соңғысы осы жаңағы Елімай Астана және де Атырау Қызылжар ғой. Қалай ойлайсың осы 2 ойын туралы айтсаң? Атыраудың да жағдайы дәл сол Ақтөбе сияқты ғой. Қазір сырт алаңда ойнап жүр. Атырауда ойнап жатқан жоқ, ойындардың бәрін Түркістанда өткізіп жатыр. Осы жағынан қолдау өте қиын. Қызылжар қазір жақсы қарқын жинап келе жатыр кеше ойыннан кейін. Енді мынау 5-ші турдың басты командалары ғой енді. Атырау Қайсарды, Қызылжар жеңісті жеңіп, бір 3 ұпай алып жанкүйерлерін қуантты. Енді 2 команда енді бір-бірімен ойнайды. Бір-біріне лайықты қарсыластар деп ойлаймын. Бапкерлердің текетіресі болады бұл жерде. Чебури, мына жақта Чурчич. Екеуі де тәжірибелі маман. Қалай ойнау керегін жақсы біледі. Футболшыларының потенциалдарын қалай пайдалану керегін жақсы біледі. Сондықтан енді қай бапкердің біліктілігі, тактикасы жемісін береді, сол жеңіске жетеді деп ойлаймын. Бұл жерде де дәл солай. Бірақ Атырауға басымдық беріп отырмын мен шамалы. Осыған дейінгі Атыраудың ойындарын көріп жүрмін. Қызылжардікінде көрдім ғой енді. Соған қарағанда Атырау қорғаныста өте сақ ойнайды. Енді ойында кез келген бір фактор әсер етіп кетуі мүмкін. Қызыл қағаз, пенальти деген сияқты бағана айтып отырмыз ғой. Осы әсер етуі мүмкін. Егер ондайлар болмаса, мен ойымша Атырау бұл жерде жеңіске жететін сияқты, ұпай алатын сияқты. Бірақ тең ойында болуы мүмкін, иә. Жалпы Атырау жеңілмейді деп отырмын да. Енді Елімай мен Астана ойнайды. Меніңше Елімайдың мүмкіндігі көбірек сияқты. Астанаға тіпті 1 ұпай алып қалудың өзі жақсы нәтиже болатын сияқты. Бірақ бұл жерде де дәл солай Астана жеңіске жетіп кетуі де мүмкін. Жеңіске жетіп, бірақ Астана кішкене бір қобдырап, бір Қайраттан кейін ойны сәл шашылып қалған сияқты. Жоқ, жаңа құрам ғой. Құрамға байланысты ол жерде. Ол Қайратқа қарсы емес, құрамға байланысты. Бейсебеков кеше керемет ойнады. Мен таң қалдым. Каримов бірінші таймда өте жақсы ойнады, екінші таймда. Жас бала Ануаров қорғаныста ұзын бойлы, көрініп тұр жақсы ойнайтыны. Сосын мынау Басманов қой, Қапталда қорғаныста ойнады, бір таң қалдыратын. 5 қорғаушы ойнаңызда, Қапталда қорғаушы ретінде ойнады. 3 қорғаушы ғой енді, екеуі жоғары көтеріліп отырады. Вараговский екеуі. Осыған орай сол ойыншылар позициясын тапқанымен Астананың ойын жүйесін жоғалтып алды да. Сондықтан егер Бартелес Калайца қайтып келіп жатса, Бачиш ортаға өзінің орнына қайта оралса, қорғанысқа қайта бермей, меніңше Астана тіпті жеңіп қоюы мүмкін Елімайды. Айту өте қиын, енді Астананың құрамына байланысты бұл жердегі ойын. Бірақ дәл қазіргі сәтте мен басымдықты Елімайға беріп отырмын. Осымен енді келесі тур бітті. Жаңағы ойындардың саны, алда енді сенбі-жексенбі жақсы ойындар күтеміз. Бірнеше қызықты матчтар бар. Өз ойларыңызды, болжамдарыңызды комментарийға жаза кетіңіздер. Алдағы Премьер Лиганың ойындары ың-шыңсыз, жанкүйерлерге қызықты кездесу сыйлайды деп ойлаймыз. Пікірлеріңізді, жақсы ойларыңыз болса, Бекспорт арнасына комментарийға жаза кетіңіздер. Ең бастысы төрешілер қателеспесін. Және комментарийға жаза кетіңіздер, қадірмен жанкүйерлер. Ордабасымен ойында қызыл қағаз болды ма, пенальти болды ма, сіздердің ойларыңыз қалай? Сіздердің пікірлеріңіз бізге өте маңызды. Сол бір Қызылжардың ойында пенальти болу керек пе еді деген сұрақтар. Сосын Оқжетпес пен Ертістің ойында екінші пенальти болды ма? Осындай екі жақты, екі ұшты сәттердің барлығын, эпизодтардың барлығын өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Біз оқимыз, біз міндетті түрде ескере отырамыз. Келесі ойындарға сәттілік, ең басты төрешілер қателеспесін, каналға тіркеліп қойыңыздар. Аланда драйв, бұл нақты спорт, әр тур шоу, бұл Бекспорт. Талқылаймыз ашық, айтамыз шын, Қазақстан футболын бірге сезін.